1, 2, 3. Dayısınlar mı? Biz bastayız. Watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get so. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get so. Smack that, oh. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бүгін мен Флэш. Достар, бүгін бізде өте керемет видео. Достар, бүгін видео сіздерге өздеріңіз білетіндей керемет донатерлер Қиғашбек пен Кюброны салыстыратын боламыз. Достар, салыстырғанда екеуінің жалпы ойындарын емес, негізі көбінесе видеоларын просмотры солай енді өздеріңіз білесіздер қалай салыстыру керек екенін солай салыстыратын боламыз. Ал ендеше видеоны бастамай жатып лайктарыңызды басып міндетті түрде арна тіркеліп кетіңіздер. Мен сіздерге сенемін. Ал ендеше видеоны көре беріңіздер, кеттік. Достар, бұл видеода ешкімді боқтап немесе мынау жақсы, мынау жаман деудің қажет жоқ. Бұл просто біздің шығарған өзіміздің ойымыз. Яғни әркімнің өз пікірі, сондықтан видеоны бастай берейік. Короче, достар, ең бірінші бізде, яғни екеуінің подписчик саны. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай Қиғашбектікі және міне көріп тұрғандарыңыздай Кюбронікі. Қиғашбекте 285 мың, ал Кюброда 334 мың. Бұл жерде яғни бірінші раундта Кюбро смело жеңеді. Достар, келесі бізде, яғни ең алғашқы видеолардың просмотры. Бұл жерде міне көріп тұрғандарыңыздай Кюбронікі, яғни 10 мың просмотр. Және мына жерде Қиғашбектікі. Ойбой, Қиғашбек енді зор жинапты. Достар, короче, Қиғашбек екінші раундта смело ұтады. Яғни 102 мың просмотрмен смело ұтып тұрғы. Яғни екінші раунд Қиғашбектікі есеп 1-1. Достар, бізде енді келесі раунд, яғни бұл жерде общий просмотр, яғни видеоларының общий просмотры. Міне көріп тұрғандарыңыздай бірінші болып Кюбро. Яғни Кюброда 23 миллион просмотр мықты жинаған. Және міне көріп тұрғандарыңыздай Қиғашбектікі. Қиғашбекте 16 миллион. Яғни бұл жерде смело Кюбро ұтады. Яғни үшінші раундта Кюбро ұтып, 2-1 есебімен Кюбро қайттан алдыға шықты. Достар, бізде енді келесі раундта біз екеуінің ойындарын салыстыратын боламыз. Достар, енді өздеріңіз білетіндей, екеуі де онша қатты ойнамайды, яғни онша қатты задрот емес, яғни көп кірмейді Free Fire'ға, только видео түсіру үшін кірмесе, онша қатты кірмейді, және де екеуі де қатты ойнамағандықтан екеуіне де бір балдан береміз. Енді сіздер болған келсет деп ойлаймыз, себебі енді өздеріңіз де білесіздер ғой. Сонымен осы раундта екеуіне де бір балдан, бірақ әлде Кюбро алдыда тұр. Достар, енді бізде өте кереметтей келесі раундымыз келіп жетті. Бұл раундта, короче, біз екеуінің авасы мен шапкасын салыстыратын боламыз. Достар, міне көріп тұрғандарыңыздай, бірінші болып бізде Қиғашбектікі өте керемет жасалған трейді. Яғни маған қатты ұнады. Және де мына жерде Кюбронікі. Кюбронікі де нормально, бірақ слишком қарапайым ба, сондай болып тұр. Достар, енді өздеріңіз көрген болсыздар. Әркімнің өзі мнениесі бар, бірақ енді маған көбінесе Қиғашбектікі ұнап тұр. Сондықтан бұл жерде мен өз басым Қиғашбекке бергім келеді. Достар, енді осы бір соңғы раундта өздеріңіз шешесіздер. Енді кім жеңгенін, яғни кімнің жеңгенін қалайсыздар, оның бәрін комментарияға жазып, немесе қайсы жер дұрыс болды, немесе қайсы жер дұрыс емес болды, оның бәрін комментарияға жазып, яғни маған айтсаңыздар болады. Сол кезде мен сіздерді оқып, міндетті түрде өзім пікірімді қалдырып кететін боламын. Келесі шешім өздеріңізде, достар, сондықтан міндетті түрде комментарийда сіздердің жауаптарыңызды күтемін. Осымен, достар, біздің өте кереметте видеомыз аяқталды. Достар, видеоны міндетті түрде лайктарыңызды басып, арнамға тіркеліп, подписаться деген қызыл кнопканы сүр кнопка айналдырып, жанында шыққан колокольчикті міндетті түрде басып кетіңіздер. Мен сіздерге сенем, яғни оны басасыздар, мені қолдайсыздар деген үміттемін, достар. Осымен біздің видеоролигіміз аяқталды. Тағы да кереметте видеороликтерді кездескенше, ал давайте. Sunset high and I'm by your side. Blood rushing, the haze is low. My head, still cold. You start